Мен Базарбаев, мысалы Түркістан облысы Шардара ауданының тұрғыны. Қытайдың визасыз кіруіне Қазақстанға күлді түгелі қарсымын. Себеп, ата-бабамыз мыңдаған жыл бойы бір Қытайдың аяғын біздің Қазақстан жеріне бастырмаған. 1951 жылы Сталин деген ит, хайуан, шошқа сол Алтайды төртке бөліп сатып жіберді. 4-5 облысты Қытайға берді, қалған Алтайский крайды Россияға бөліп алды. Ар жағы жәндегі Моңғолға азғантай жер берді. Бер жағынан азғантай жәнде Өскемен, Семейдің ортасында азғантай жерді Қазақстанға қалдырды. Неге? Ата-бабамызбен жау болып келген Қытайға беру бұл Сталиннің, Компартияның, социалдың иттігі еді. 1916 жылдан бастап 1951 жылға шейін 11 миллион қазақты қырған орыс енді Қытайға беріп отыр. Бұны беріп отқан кім? Нұрсұлтан Назарбаев, Тоқаев беріп отыр. Қалған қазақты қырсын деп беріп отыр. Қазақ халқы жоғалсын деп беріп отыр. Орындарынан тұрыңдар, ояныңдар, қазақтар. Ояныңдар. Ертең күні балдарың, немерелер Қытай болады. Қазақ деген халық жоқ болып кетеді. Қытай өзі 100 мемлекеттен құралған. Ішінде Япония бар, басқасы бар, жәндегі баяғы қазақтар бар, қалып кеткен сояқта. Соның бәрі Қытай болып кеткен. 50 жылда, ел жаңа 100 жылда қазан дейді. Қазан болайық деп тұрмыз. Қазан болып кетейік тұр. Мыңдаған жыл бойы қазақ болып келіп, Назарбаев, Тоқаевтың ана отырған сатқын, некесіз туылған, ойнастан туылған, иттен, шошқадан туылған министрлердің істеп отқан тірлігі не көтеруіміз керек. Мына жүрген жәндегі иығына погон тағып алып, милиция болып жүрген иттер ертең күні бұларды көресің. Бұл дүниеде жауап бермеген, о дүниеде жауап береді. Бұл дүниеде көрген 1 секундтық жарығы, о дүниеде 1000 жыл деп айтылған. Құран кәрімде солай айтылған. Bir күн көрген жарығы, мына күннің көзін көріп жарық, 1 секундта көрген жарығы 1000 жылға жетеді деген о дүниеде. 1000 жыл бойы өртеніп жатады деген жаны. Адамның жаны өлмейді. Бірақ ет пен сүйек, торпақтан жаралған ет пен сүйек, содан жан шығады. Жан өлмейді. Жан сол кезде барып қиналады. Рахаттанып жүрсіңдер. Астарыңа мәшіне, иықтарыңа погон тағып, ана министрлерің жәндегі депутаттарың отырған, қол қоятын. Сауаты болғанмен Алланың берген білімі жоқ. Мал сияқты жүрген адамдар олар. Малда білім жоқ. Малда білім болса, суды ішіп тұрып сиіп түшпас еді. Жем жеп отырып жатқан жерінде түшпас еді. Білімді адамға ғана берген. Малға бермеген, хайуандарға бермеген. Білімді Алла Тағала адамға ғана берген. Сол үшін мынау торғайдың мийлерімен ойланыңдар. Алланың берген білімін дәріптеңдер. Құрашин А, Б, Д, Г деп жазғаннан басқа ештеңе білмейтін сорлылар өңкей. Сауат бұл оқу. А білім Алла береді білімді. Адам бере алмайды ешқандай адам. Bir адамға білім бере алмайды. Сауат береді, оқытады, үйретеді. Сол себептен, сол үшін Алла Тағала қалам мен қағазды жаратқан, бір-бірін үйретсін деп, бір-бірін оқытсын деп,
bir adamga bilim berse, 2 adam, 10 adam, 15 adam sol adamның жәндегі ilimi мен bilimin жалғастырып кетеді. Bilimlerinde oyatınlar. Kurayşın жәндегі abını үйретіп алмай, 2004'tü қоспай. Сол үшін айтарым, айналайын қазағым, ояныңдар. Уақыт келді. Оянатын уақыт келді. 100 жылдан асып кетті. 100 жылдан асып кетті қазақтың құл болғанынан. Кешегі 17 жылда революцияда кім деген Құдай-ай, аты есіме түспей қалды. Германияға өтіп кеткен жәндегі Құдай-ай, осындай кезде есіме түспей қалады да. Сол кісі не үшін кетті Германияға? Ленин мен Сталинге өкпелеп кетті. 19 жылы. 19 жыл өкпелеп кетті. Неге? Біздің жәндегі сауатты адамдарымыз орыспен біргетін болды. Өтіріктен орыстар жәнде омбыны орталық қып берді, Қазақстанның орталық қылып. Соған сеніп қалды. Финляндия 17 жылы Россиядан бөлінді. 17 жылы бөлінді. Ноябрьдің аяғына, декабрьдің басында Финляндия бөлініп кетті. Сонда біздің Қазақстанда бөліну керек еді. Қазақстан егеменді ел болып, сонда неге қылу керек? Сонда Ленин қол қояйын деп тұр, қол қоймай Қазақстанды Совет үкіметіне кіргізіп жіберді. Белоруссияны, Украинаны Қазақстанды кіргізді. Содан кейін барып, өзбек, қырғыз, тәжік, түркмен, содан кейін барып кіргізді. 1926 жылы. Сол үшін ояныңдар қазақ. Құрашен жәндегі төрт әріпті білдім, сауатым бар деп жүрмеңдер. Ояныңдар. Алланың берген білімімен ояныңдар. Осылай, мынау Атажұрт партиясына кіріп, белсенді жасаңдар. Мен қазір 1-2 жыл болып қалып, жүрмей қалдым. Талай барғам мен Алматыға. Шымкентке барғам, Алматыға барғам. Серік болсын Әлдилінің Алматыда жиналысы болды, соған да барғам. Атажұрт партиясының несіне де бағам Шымкентке. Бірінші келіп жәнде Атажұрт партиясы нағын кезде мен Шымкентте бағам, сөйерде барғам. Сол үшін айналайын қазағым, ояныңдаршы, ояныңдаршы. Мен 80-ден асып қалдым. Қазір 2 рет инсульт алып, жүрегі шамам келмей қалды. Әсім мен кетерем, барарем. Жәндегі неге Алматыға бармадау. Балдарын қамал басқан жеріне барарем мен. Жүрмей қалдым бұрынғыдай. Жүрген кезде бардым Алматыға талай рет. Оның куәгер адамдар бар, куә болған, барғаныма. Солай, ояныңдар қазағым, ояныңдар. Атажұрт партиясына мүше болып, болмай-ақ қой. Бастарыңды біріктіріп, ұрыл-дұрыл болмай, ұры-ұрыға бөлініп. Бір қазақ болып жұмылайық. Жетеді осыққа шейін, ұры-дұрыл болып келгеніміз. Бір-біріміз жәндегі түрмеге қаматып келгеніміз. Сталиннің уағында 11 миллион қазақ осы жәндегі қазір жүрген белсенді сияқты мынау, иттер сияқты наған. Мен әкемді 16-17 адамды 32 жылы ұстап молда деп атпақшы болған екен. Сонда 16-17 адам ішінде мен әкем болған, ататын жерге жақындап қалған кезде айтқан екен. Ей, молдалар, дәреттеріңді алып, имандарыңды үйріңдер. Кеп қалды
өлетін жерлеріңе. Сонда ататын адамдар, қазақтар бәрі. Бір орыс кеп атқан жоқ. Қазір бір Қытай кеп бізді ұстап атқан жоқ. Біз қазақты ұстап атқан. Қазақты тонап атқан. Қазақты өлтіріп атқан. Bir Қытай келген жоқ. Bir орыс келген жоқ. 37 жылы. Қазақты құртқан. Неге? Некесіз. Ойнастан туғандар еді бәрі тегіс. Сол үшін қазағым ояныңдар, тұрыңдар. Тұрып, Қытайға да, орысқа да қарсы болайық. Қазір міне Украина қарсы болды. Қандай? Орысың тынды. Қанша бомбаласа да Украина жеңілген жоқ. Енді Россияны бомбалап жатыр украиндар. Молодец. Рахмет атасына. Украин халқына рахмет. Молдоваға рахмет. Өз бостандығын өз алған. А біз қазақ кең байтақ жерімізге сыймай отырмыз. Жерімізге сыймай отырмыз. Бар жоғы 20 миллион боламыз ба, болмаймыз ба? 1,5 миллиард Қытай бізге кіріп жатыр. Жерімізді береміз бе соған? Міне Арсаудан жерін сатып отыр. Шардараудан жерін сатып отыр. Сайлар келіп жерімізге мақтасын егіп жатыр. Қызылордада күршін егіп жатыр. Анау Қостанай, Қарағанды, Семей, ояқта бидайын егіп жатыр. Жеріміздегі неше түрлі шөптерімізді әкетіп жатыр. Ояныңдар қазақтар, көтеріліңдер қазақтар. Жақсы. Сау саламат болыңдар, бақытты баянды болайық. Назарбаев, Тоқаевтың жүйесі еш уақытта бізді жақсылыққа апармайды. 92 жылы Назарбаев сол қолын Құран кәрімге қойып тұрып, ей қазақ, құртамын түбіңнен деген еді. Сонда тұрған жәндегі сайлап атқан адамдар біреуі сауаты болған, білімі жоқ сорлар екен бәрі тегіс. Білімі жоқ сорлар екен. Құран кәрімге қолын Құран кәрімге қойып тұрып, ант ішкенді қай патшадан көрдіңдер? Ей, орыстың өзі керек болса, Библиясына оң қолын қояды. Солай, бақытты болыңдар, бақытты болайық. Немерелеріміз, шөберелеріміз қазақ деп жан күйсін. Өзбек деген мемлекет болмаған. 1926 жылы құрды бұны, Өзбекстан қылып. Бүкіл қазақтың жерін Өзбекстанға беріп. Сталин берді, одан кейін Хрущев берді. Кеше Қонай бар жоқ Ұшақ районды қайтарды. Қалған бар қалды. Сырдария облысы қалды, Бостандық қалды, Алмалық қалды, Жаңа жол қалды. Гагарин несі қалды жәндегі мынау. Мырзашөлдің жерінің бәрі қалды. Нұратаға шейін қалды бәрі тегіс. Бұны Қонаев жәндегі мақтаймыз ғой. Қонаев жақсы болған. Ұшақ районды қайтарды, қай районды қайтарды. Пақтарал, Жетісай, Киров. Үшеуін жерінгені қайтарды, кішкентай жерінгені. Отырған жерінгені қайтарды. Аржан бәрі қалды. Мысалы, Пақтарал районына Гагарин қарайтын еді. Жетісайға Мырзашөлдің бәрі қарайтын еді. Кировқа мына құмның бәрі қарайтын еді. Бәрі қалды. Бәрі Өзбекстанға берді. Қарақалпақстанға шейін, Түркіменстанға шейін, Киров районы, Жетісай районы қарайтын еді. Қан сол жерлер. Бәрі Өзбекстанға өтіп кетті. Бізге орыс ешқандай жақсылық әкелмеген.